Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Адам туралы сіз білмейтін мәліметтер туралы айтатын боламыз. Адам баласы арқасымен жатып ұйықтайтын жалғыз жаратылыс. Сондай-ақ адамдар ұйықтап жатқанда көрген түсінің 90%-ын ұмытып қалады. Адам болмысы туралы қандай да қызықты деректер біліп пе едіңіз? Адам туралы 100 қызықты әрі қысқа деректі ұсынатын боламыз. Денеміздің қан айналмайтын жалғыз мүшесі көздің қасаң қабығы. Ол оттегіге ауа арқылы қанығады. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асады. Нәресте 7 айлығына дейін бір уақытта тыныс алып, жұтына алады. Адамның бас сүйегі 29 түрлі сүйектен құралған. Мидан шыққан нерв импульсі сағатына 274 шақырым жылдамдықпен қозғалады екен. Адам миы бір күн ішінде түрлендіретін электр импульстері бүкіл әлемдегі телефондардағыдан қарағанда әлде қайда көбірек. Орташа адам денесіндегі күкірттің мөлшері бір иттің үстіндегі бүргелердің бәрін жоя алады. Ал адам бойындағы көміртек 900 қарындаш жасауға, калий мөлшері ойыншық зеңбіректен атуға, май мөлшері 7 сабын жасауға жетеді. Сонымен қатар денеміздегі сумен 50 литрлік бөшкені толтыруға болады. Адам жүрегі бүкіл өмірінде 182 миллион литр қан айдайды. Сіз осы сөйлемді оқып отырған кезде денеңіздегі 50 мың жасуша өліп, жаңасына алмасады. Құрсақтағы нәрестенің 3 айлығында-ақ саусақ іздері пайда болады. Ерлерге қарағанда әйелдердің жүрегі жылдамырақ соғады. Чарльз Осборн 68 жыл бойы ықылық атып жүрген. Оңқай адамдар солақайларға қарағанда орташа есеппен 9 жылға артық өмір сүреді. Адамдардың шамамен 3-тен 2 бөлігі сүйіскен кезде басын оң жаққа қисайтады. Адам ұйқыдағы кезінде көрген түсінің 90%-ын ұмытып қалады. Адам организміндегі қан тамырларының жалпы ұзындығы шамамен 100 мың шақырым. Күзге қарағанда көктемде адамның тыныс алу жиілігі орташа есеппен 3-тен 1-ге көбірек. Адам өмірінің соңында орташа есеппен 150 триллион бит ақпаратты есінде сақтайды. Адам денесіндегі жылудың 80%-ын бастан шығады. Сіз қызарған кезде асқазаныңыз да бірге қызарады. Организмде дене салмағының 1%-на тең су жоғалған кезде шөлдеу сезімі пайда болады. Ал организмдегі судың 5%-дан төмен жоғалғанда адам есінен танып қалады. 10%-дан көбі жоғалуы сусызданудан салдарынан өлімге алып келеді. Адамдар арқасымен жатып ұйықтайтын жалғыз жаратылыс. 4 жасар бала күніне орташа есеппен 450 сұрақ қояды. Адамдардың коалалардан саусақ іздері әртүрлі болып келеді. Бактериялардың 1%-ы ғана адамдарда түрлі дерт тудырады. Ғаламшардағы барлық адамды әр қыры 1000 метрлік текшеге ыңғайлы түрде жатқызуға болады. Тіс адам организмінің өздігінен қалпына келе алмайтын жалғыз бөлігі. Орташа есеппен адамға ұйықтау үшін 7 минут қажет. Оңқай адамдар тамақтың басым бөлігін жақ сүйегінің оң жағымен, солақайлар сол жағымен шайнайды. Дүние жүзіндегі адамдардың 7%-ы ғана солақай. Алма мен бананның иісі арықтауға көмектеседі. Адам басында өмірінің соңына дейін өсетін шаштың ұзындығы 725 шақырым. Құлағын қимылдата алатын адамдардың тек 3-тен 1-і бір құлағын қимылдата алады. Адам өмірінде орташа есеппен 8 кішкентай өрмекшіні жұтып қояды. Адам организмінде өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 келіні құрайды. Адам организмінде кальцийдің 99%-ы тісінде. Адамның ерні саусақпен салыстырғанда 100-деген есе сезімтал. Нағыз сүйіс кезінде жүрек соғысы минутына 100 ырғаққа дейін жетеді. Адамның тек бір жағындағы шайнау бұлшықеттерінің күші 195 келіге тең. Тіс кіреукесі адам организмі бөліп шығаратын ең қатты тін. Адам организміндегі бүкіл темірді жинаса, оның көлемі сағатқа арналған кішкентай бұранда сияқты ғана болады.
Тұмауға алып келетін вирустардың түрі 100-ден асады. Ұзақ уақыт сүйісу ауыз қуысындағы қышқылдықты сағыздан қарағанда әлде қайда жақсырақ қалпына келтіреді. Адам басын қабырғаға соққанда сағатына 1500 килокалория жоғалта алады. Адам жануарлар әлемінің тік сызықтарды сала алатын жалғыз өкілі. Адам терісі бүкіл өмірінде шамамен 1000 рет өзгереді. Әрбір адамның белінде шұңқыр бар. Ол тек кей адамдарда қатты білінеді. Енді бірінде айтарлықтай білінбейді. Шұңқырлар жамбас пен құйымшақ бітіскен жерде орналасқан. Сондықтан олардың пайда болуын негізсіз деуге келмейді. Әйелдер ерлерге қарағанда көзін 2 есе көп жыпылықтатады. Адам организмнің құрамына 4 түрлі минерал кіреді: апатит, арагонит, кальцит және кристобалит. Адамның башпайларындағы қарағанда саусағындағы тырнақ 4 есе жылдам өседі. Көздің түсі көгілдір адамдар басқаларға қарағанда сезімтал болып келеді. Адам денесіндегі нерв импульстері шамамен секундына 90 метр жылдамдықпен қозғалады. Адам миында 1 секундта 100 000 химиялық реакция орын алады. Бала туылған кезде оның тақылжыры болмайды, ол тек 2-6 жас шамасында пайда болады. Егер бір жұмыртқалы егіздерінің бірінің қандай да бір тісі болмаса, сыңарының да дәл сол тісі болмайды. Адам өкпесінің бетінің аумағы шамамен теннис кортының аумағына тең. Шашы қара түсті ерлерге қарағанда шашы сары ерлердің сақалы жылдамырақ өседі. Адам денесіндегі ең күшті бұлшықет тіл. Адам жүрегінің көлемі шамамен оның жұдырығымен бірдей. Ал ересек адамның жүрегінің салмағы 220-260 граммды құрайды. Адам миында туылған сәттен бастап 14 миллиард жасуша болады. Оның саны өмір бойы ұлғаймайды. Керісінше 25 жастан кейін ол күніне 100 000-ға азаяды. Бір парақты оқуға жұмсаған 1 минуттың ішінде шамамен 70 000 жасуша өледі. 40 жастан кейін мидың деградациясы күрт жылдамдап 50-ден кейін нейрондар кеуіп мидың көлемі кішірейеді. Бала туылған кезде денесінде шамамен 300 сүйек болады, ал ересек кезіндегі сүйектердің саны 206. Адамның аш ішегінің ұзындығы тірі кезінде шамамен 2,5 метр болады, ал өлгеннен кейін ұзындығы 6 метрге жетеді. Адамның сол жақ өкпесіне қарағанда оң жағындағы көбірек ауа сияды. Ересек адам күнде шамамен 23 000 рет тыныс алып дем шығарады. Ер адамның организміндегі ең ұсақ жасуша аталық ұрық жасушалары. Адамның аузында 40 000-ға жуық бактерия бар. Адам организмінде шамамен 2000 дәм рецепторлары бар. Адамның көзі түстің 10 миллион түрін ажырата алады. Адам жүрегі туындататын қысым қанды 4 қабатқа дейін жеткізе алады. Ал адам теледидар көру кезіндегі қарағанда ұйықтағанда көбірек калорияны жояды. Балалар көктемде тезірек өседі. Оңқайлары арналған механизмдерді пайдалану кезінде ағаттық салдарынан жыл сайын 2000-нан аса солақай адам көз жұмады. Адам күлгенде 17 қабағын түйген кезде 43 бұлшықетті пайдаланады. 60 жасты адамдардың дені дәм рецепторларының жартысын жоғалтады. Ұшақпен ұшу кезінде адамның шашының өсу жылдамдығы 2 еселенеді. Адамдардың 1% инфрақызыл сәулені және тағы 1% ультракүлгін сәулені көре алады. Статистика бойынша 2 миллиард адамның біреуі ғана 116 жастан асады. Орташа есеппен адам 24 сағатта 4800 сөз айтады. Көздің ішіндегі торда жарықты сезінгіш 137 миллион жасуша бар. Оның 130 миллионы қара ақ түсті көруге арналған таяқшалар, ал 7 миллионы түрлі түстерді көруге арналған селеубас жасушалар. Біздің көзіміздің көлемі өміріміздің соңына дейін өзгермейді, ал мұрнымыз бен құлағымыз өсуін ешқашан тоқтатпайды. Адамның таңертеңгі уақыттағы бойы кешкіге қарағанда шамамен 8 мм-ге ұзынырақ. Көздің анықтап көруге арналған бұлшықеттері күніне 100 000 рет қимылдайды. Адам аяғының бұлшықеттері осыншама мәрте жиырылуы үшін күніне 80 шақырым жүру керек. Жөтел сағатына 100 шақырыммен қозғалатын ауаның жарылғыш заряды. Неміс зерттеушілерінің мәліметінше аптаның басқа күндеріне қарағанда дүйсенбі күні жүрек ұстамасы ұстау қатері жоғары болады. Сүйек болаттан 5 есе берік. Көзіңізді ашып тұрып түшкіре алмайсыз.
көбекіркін тырнақ тұқым қуалаушылықпен беріледі. Қалыпты адам аштықтан қарағанда ұйқысыздықтан жылдамырақ өледі. Егер адам 10 күн бойы ұйықтамаса, өліп кетуі мүмкін, ал аштықтан өлу уақыты бірнеше аптаны құрайды. Адам бетінде шұңқырлар пайда болу үшін отаға жүгіну міндетті емес. Ол үшін арнайы жаттығулар бар. Канал қызық болса, тіркеліп, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Сіз де адам туралы қандай мәліметтер білесіз?